Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет, қадірменді көрермен қауым. Бүгін енді 2 сәуір, өткендегі айтып өткеніміздей, мынау таңбалар сырының ішінде мына фигуралар жөнінде әңгіме қозғаймыз дегенде, мұнда көріп отырсыздар. Мұндағы мынау фигуралардың шығу мәнерін, бұлардың кәдімгі қандай мән мағына беретіні, мынау өздеріңіз көріп отырғандай сандар тізбегі, реттілік. Былайша айтқанда 1-ден бастап, 0-ден бастап 10-ға дейінгі аралық. Осы тізбектерден енді мынандай фигуралар шығып отыр. Бұл негізгі былай жалпылама күрделі деңгейге уже біз жетіп қалдық. Күрделі деңгей, яғни бұндағы нәрселердің бәрі, айтылатын, қозғалатын темалардың бәрі между алфавитником и цифровником дейді. Яғни, мінекей мұнда мынау вок. Ойбай, мынау көріп тұрсыз ба? Мынау вок деген сөз. Мынау вок дейді. Осы серия негізінде тема по вертикали и по горизонтали дейді. Сосын мына жерде вы деген сөз. Яғни бұның формуласы мынау 13+7 цифровой. Цифровой несі? Жаңағы вок деген сериядан шығады. 13+7 тең 20 деген формула шығады. Осы формулалар жөнінде біраз тема қозғайық деп отырмыз. Енді өздеріңіз байқап отырғандай, бұл жерде біраз нәрселер уже күрделі, сложный дейміз ғой. Енді бірінші айтып өткенімізде бұл жерде шығады мынау үшбұрыш таңба. Не мағынаны білдіреді? Байқасаңыздар, бұл жердегі мына бірінші тұрған үшбұрыш таңба мына тұрған квантовый скачок. Бұлардың барлығы айналып келеді дағыны квантовый скачок деген ситуацияны тұрғызады. Яғни 0-ден басталады. 0, бір точкадан басталады. Бір точкадан басталады, сосын 1-дің мәні, одан кейін 2, одан кейін 3, сондағы сандар реттілігі туындаған сайын бұл кәдімгі ұлғая береді. Міне енді өсіп келеді дағыны. Бұл ұлғайып 10-ға дейінгі аралықты қамтиды. Сонан кейін 10-ға дейінгі аралықты қамтыған кезде бұның арасындағы мына фигуралардың шығуы, былайша айтқанда біздің амалдық параметрімізбен байланысты болып келеді. Енді бұл жерде құпия сырлар көп, өйткені бұның көптеген жолы Мысырдың пирамидасының пайда болу негізін туғызады. Мысырдың жұмбағына келіп шешіледі. Енді бұл Мысырдың жұмбағына келіп тірелгеннен кейін бұндағы Мысыр құпиясының былайша айтқанда конструкциялық негізін қалаушы ілім-білім дейміз бе, қалай дейміз, енді солай деуге де тура келетін шығар. Енді біздің де айтатын темамыздың өзі осы финалдық деңгейге жақындап қалды. Өйткені бұдан кейінгі темалардың барлығы өте күрделі, оны былай дәлелге тартып, жаңағыдай бір нәрселермен дәлелге тартып, айтысып тартысып дегендей, сондай бір параметрлер жұмыс істемесе, бұны жай ғана сөзбен түсіндіру уже қиындап кетеді. Жаңағы пайғамбарымызға түскен аяттың негізгі сыры да осыған байланысты болып келеді. Енді айтып өттік қой, енді рух танымында барша пайғамбарлардың барлығы да адасты, былайша айтқанда аздаған ғана мәлімет берілді деген аяттың негізгі сыры осыған келіп тіреледі. Енді мұндағы 0, бұл жердегі 0 деген таңбаны 0 менен 3-ке дейінгі аралық, бұл жерде қандай да бір фигура шығармайды. Өйткені үшбұрыштың құпия сыры бұл жерде Тәббәт сүресімен байланады. Тәббәт сүресі, сосын Масад, сосын Ықылас. Осы үштік ілімнің құрылымы, осы үштегі пирамидалық құрылымды тікбұрышты, үшбұрышты туғызады. Одан кейін жұптық таңбаның негізінде екі жердегі 4. Бұл 4 бұрышты таңбаны туғызады.
Бұл қазақтың тікелей кодымен байланысты. Төрт бұрышына төрт жаңағы суфизмдік таңба байланады. Яғни суфизмдік таңба байланған кезде бұл 16, 19, 61, 91 саны болып келеді. Төрт бұрышына төртеу байланады да, бұған дейінгісі үштігілімменен, яғни тақ санның құдіретіменен үштік фигура құрастырылады Тәббат сүресімен Масад Ықылас сүресінің негізінде. Енді сіздер анау Тәббат Масад сүресінің мағынасын білесіздер ғой, әлгі Әбу Ләхабтың қолы құрсын, әйелімен қосып тозаққа кіреді деген сияқты мәтіндер бар ғой бұл жерде. Бірақ бұл қарғыс дұғасы. Бұны не себепті? Одан кейінгі қысқа 7 сүрелер бар. Анау Құран қатымның құрамына кіретін сүрелер бар. Оның ішінде толықтай несін құрастырған кезде сондай болып келеді. Осы сүрелер кіреді бұндайдың ішіне. Одан кейінгісі төрт бұрыштан кейінгісі 5 бұрыш. Бұл исламдық таңба. Мен айтып өткенімдей жаңағы мына жерде Рим цифрындағы 5 деген таңбаны білесіздер ғой. 5 деген таңба. Міне бұл В деген әріпті туғызады. В. Латынша В деп айтылады. Рим таңбасында бұл 5 деген цифрды көрсетеді. Мінекей осы 5 бұрышты таңба 4-тен кейін уже 5-тік болып саналады. Еврей таңбасы 6. 3 бұрыштың 2. 3 бұрыштың жаңағы Тәббат сүресіндегі 2 дәрежесі, былай 2 қиылысы ғой енді. Екеуі бір-біріне беттестірген кезде бұл 6 деген 6 фигура 6 қырлы бұрыш пайда болады. Енді одан кейін 7 дегенде фигура жоқ бұл жерде. Бұл Z деген таңбамен байланысады. Бұл жерде 7 деген санның егесі жалпылама біздің жерімізге келіп жеткенде бұл кәдімгі бір киелі ұғымға айналып кеткен. Одан кейінгісі 8 инкубационный механизм дейді. Мына жерде мінекей мынаны көріп отырсыздар ғой. Мен қазір көздеріңізге көрсетейін. Мінекей айтып отқаным жаңағы мына 5 жұлдыз, мына В деген таңба Рим таңбасындағы, мынау 6 еврей таңбасы, мынау Z дейді, бұл 7 санымен байланады. Бұның несі жаңағы таңбалауының несі. Одан кейінгісі инкубационный механизм. Одан кейінгісі 9, 6-да 9, звездно-космический сигналдың 69 санымен бірліктер айырмасында бұл бөлшек саналар арқылы бірліктердің құрамына кіреді. 6-да 9 дейді. Мінекей осындай құдіретті құпиялы осындай таңбалар сыры бар сөйлейтін. Мына біздің жеріміздегі тастағы таңбалардың негізінде осындай таңбалар кездеседі. Анау тоны көк білге қаған заманындағы тасқа жазылған, қашалып тұрып жазылған таңбалардың сырында. Бұлардың өзін оқу, түсінудің өзі былайша айтқанда мықты ғылыми ізденістер керек ол жерге. Енді айтып өткеніміздей Тәббат сүресімен байланғаннан кейін бұл дегеніміз бірден не себепті фигураның несі мына 3-тен басталған кезде бұл үштігілім деп аталады. Өйткені үштігілім деп дегеніміз қайдан шыққан? Біріншіден бұл жерде формула бар. Одан кейін носительдік мотив дедік. Қалай деп біттік өзі. Жаңағы 3 түрлі формула дедік қой, осы 3 түрлі формуланың несі бар. Одан кейін носительдік дүниесі бар, сосын разработка. Сосын жан, тән, рух сериясы бойынша бұл жерде 3-3-тен осылай 3-тік құрылым болып келеді. Фигура құрайды бұлардың бәрі. Бірінен бірі ажырағысыз. Осыны айтады негізінен алған кезде үштігілім деп. Бұларда жаңағыдай алдында мен көрсетіп жүрдім ғой. Трансформациялық белгі байланысы бойынша 360 градус, сосын 180 градус, содан кейін 36-тан 0-36 градус. Осының мотивіндегі жүйелерде келіп,
осы мына не шығады жаңағы үштік фигура шығады тақсан бойынша. Енді төрттік жаңағы төрт бұрышты таңбау негізінде айтылып отырғаны бұл жерде жаңағы 16, 19, 61, 91 төрттік былайша айтқан кезде фигураның табанын құрайды. Мысыр пирамидасының табаны. Платформасы дейміз ғой. Платформасын құрайды. Енді бұны не себепті квантовый скачок деп атайды. Квантовый скачок деп отқаны бұл көтерілген сайын фигуралардың қырларының көбейіп, ары қарай уже күрделеніп бара жатқан дүниені көруге болады. Мысалы, 3-тің мәні 4-ке келген кезде өзгеріп кетіп тұр, 4-тің мәні 5-ке келген кезде өзгеріп кетіп тұр, 5-тің мәні 6-ға келгенде өзгеріп кетіп тұр. 6-ның мәні уже 6 мен 9 бұл жерде уже 7 қабат көктің құрылымы аяқталып, 7 деген санға келген кезде бұл кәдімгі адам баласының былайша айтқан кезде қияметке дейінгі бітірген есеп амалдарының сосын кейін мынау кеңістікке қатысты есеп амалдарының общем кеңістікке қатысты жүйесінен хабардар етеді. Демек 7-ге келген кезде жер 7 қат көктің былайша айтқан кезде танымы аяқталып, уже планетарный масштабный глобустық дүниенің танымы уже кәдімгідей өзінің мәніндегі құрылымға келеді. 8 деген мәңгілік әлемдік бір тербеліске түседі механизм. Бітті. Содан ары қарай уже бұл енді былайша айтқан кезде енді қарапайым тілмен айтатын болсақ, инопланетяновый дәреже дейміз ба, или жаңағыдай күн сәулесіндегі астрологиялық ілімдердің әлеміне көтеріліп кетеді, ары қарай болды, бітті, кетеді. Инопланетяновый дәреже дейміз, енді оны жаңағы звездно-космический сигнал, жарық жылдамдығы, анау мына дүние деген дүние танымының барлығы кіріп кетеді. Енді ол жерде біз сияқты жаңағы тіл жоқ, не жоқ, былайша айтқан кезде өте жоғарғы деңгейдегі санатты анау жұлдыздарменен қарым-қатынас жасайтын әлемге көтеріліп кетеді. Ал енді ол деген кәдімгі бізге тілге тиек, ол мынандай деп біз айтысып үндесіп жататын дүниетаным емес. Мінекей бұлардың осындай мәні бар. Енді мен осы таңбалар негізінде сіздерге бір тақырыпты қозғайын деп тұрмын. В сериясы бойынша. В деген серия бойынша кешегі айтып өткеніміздей өздеріңіз білесіздер, мынау Трамп Тегеран 43 коды. Тегеран 43 коды қозғалды. Мінекей 13 плюс 13-те 61, 13 плюс 7 тең 20. Осы серия негізінде мен бір шет жағасын айтып қалдым. Қазақтың кодына манипуляция жасалмақшы деп. Енді бұл жерден айналып келген кезде қазақтың коды неге бұл қазақтың кодына манипуляция жасалмақшы? Тегеран 43 кодының замыкающий ситуациясы бойынша. Енді бұл жерде жаңағы мына қазақтың өзінің 16 саныменен айтылып отырған несі жаңағы темасы көтерілуі керек. Көпшік қожайындары мен айтып жатырмын, Құранды игеру керек деп. Осы жағынан келген кезде бұл әлемді құтқару миссиясы кімнің қолында? Қалай құтқару керек әлемді? Деген сұрақтар туындайды. Трамптың қолында ма, Путиннің қолында ма, жоқ Тоқаевтың қолында ма деген сияқты әңгіме туындайды. Ал қазаққа неге қалай манипуляция жасалмақ? 13 плюс 7 тең 20 деген формуланың мәні арқылы. Бұл қалай? Американың туында 13 жолақ 50 жұлдызша бар. Тегеран 43 коды замыкающий деп мен айттым. Бұл жерде Израильдің де және де жаңағы несі 6 бұрыш көріп отырсыздар, иә? 6 бұрыш фигурасы. Өйткені ана 5 жұлдыздан кейін бұларға уже 6 бұрыш түсіп тұр ғой. Бұлар жаңағы Израильдардың көтерген таңбасы. Мінекей осы жерде мына ақш Израильмен бірігіп кетіп, енді бұлар уже Иранды таптап жатыр. Замыкающий деп отырған себебіміз ол. Өйткені замыкающий деген сөз мынау однополярный система. 2 минус 1 плюс 2 плюс 1 минус ситуациясы бойынша
болып тұрған дүние. Бұл жерде плюс болмай минусқа кіріп кетіп тұр да, сонымен жаңағы мұсылман елдері бірімен бірі замыканияға кетіп жатыр. Енді бұл жерде жаңағы Трамптың айтып жатқанын білесіздер, анау мұнайға бола таласып жатқандай көрінеді шындығына келгенде, бірақ ақиқат олай емес. Бұл жерде оттар құрықталу керек, Құранды игеру үшін от құрықталу керек. Мінекей от құрықталу негізінде уже Тегеран бұл қарекетті уже қолға алды. Яғни отты көліктердің бәрін уже қиратып, мұнайды тоқтату керек болып тұр оларға. Электроэнергиясы бар, бәріне перегонка жасалу керек қой, ұзын сөздің қысқасы айтқан кезде. Міне бұл жағынан келген кезде уже Иран кәдімгідей қомақты дүниелерді, анау мұнай танкерлерінің бәрін қиратып жатқан сол себебі. Енді бұл жерде түсірілген формула бар, действующий персонал дейді. Жасыл, қызыл, сары белгідегі жаңағы үштік ілімнің Тәбәт сүресінің индексі бойынша кіргізілген дүние бар. Дүниетаным деп білу керек. Осының жолында уже кәдір мінекей замыкающий болғандықтан мен о баста айтқам бір несінде айтып кеттім. Анау Сирия жерінен басталды бұл. Сирия жерінен басталды. Орыс, Украин уже келді замыкающий. Енді бұл Тегеран 43 кодына келді. Енді соңғы миссия 997 код Мысыр алаңына келеді. Одан кейінгі соңғы последний үкіммен шешім 7-ші оқ сериясы бойынша Қырғызстанға келіп тіреледі. Ол кезде мен уже былайша айтқанда 13-ші роликтің темасы бойынша бұл жерде уже сигналдарды жіберуге тиіспін. Ал енді әлемді кім құтқара алады? Қалай құтқарылады әлем? Негізінен алғанда мен ібілістерге талап қойып отырмын. Ақпараттандыр, мынаны жібер деп. Негізінде әлемді құтқару осы ібілістердің қолында деп айтып кеткем. Өйткені неге жаңағы секунд ішіндегі секундтық ақпарат со скоростью света осылардың қолында технологиялық жылдамдықпен запископщикамен параллельді тұрғыда. Өйткені неге? Өйткені бұлардың бұлай болатын себебі, мысалы бір ғана әншіні алыңыз. Футбольный стадион трансмиссиялық тұрғыда оны шайқай алады. Көрдіңіз ба, жаңағыдай фанат дейді ғой. И футбол ойнағанда да футболдың алаңды да мысалы олардың фанаттары шайқай алады. Көрдіңіз ба? Мына неде журналистің де құдіреті тура сондай трансмиссия дейді оны, трансмиссиялық рух әлемін толықтай ақпараттық жүйеде шайқай алады. Мінекей осы негізді пайдаланып әлемді ақпараттандыру мәселесін жасау керек. Ал оны президент, мына олардың ешқайсысы да істей алмайды. Ол тек қана жаңа айтып отырмын ғой, ібілістік системаның қолында деп. Қадір түніне подключение и бітті. Ешқандай жаңағыдай теманы қозғап, бастарын біріктіріп, судный день жасау керек, ұзын сөздің қысқасы. Өйткені мына президенттер де, нелер де, патшалар да бәрі де уже құдайды жоқ қылып, уже манипуляция жасайтын деп отыр. Манипуляция жасалады деп отқан себебім сол. 13-тің мәніменен 16-ны жаппақшы. 16-ны жабу деген сөз, ол уже болды. Қазақтың уже каркасный информатор, ковшик темасын уже 13-ке айналдыру деген сөз. 13-ке айналдыру дегенде бұның өзінде полный на полный ход замыкания. Ал енді оның темасы көтерілмесе, бұл енді өте қиын жағдай. Енді осының негізінде 13-тің айтып отырғаным жаңағы не деген, мен сіздерге бірінен айтып кеттім ғой деймін қазір. Осының мәні негізінде сіздер жақсы білесіздер. Сіздерге мен шет жағасын көрсеткен бұның жалпы ілімі. Удостоверение менен ақша мәселесі. Удостоверение мен мінекей мына ақша мәселесі. Осы мына дүниемен уже манипуляция жасалады. Қазір мына көптеген неден көріп жүрсіздер ғой. Жаңағы қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын бозторғай қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келді деп жатыр. Олай емес. Ол заман келген жоқ әлі. Негізінде жаңағы мынау куәліктен бас тарту керек. Куәліксіз қойғаннан былайша айтқан кезде мінекей мына удостоверение болатын болса, мына удостоверение деп алайық.
Осы куәлікті жою мәселесі, осыдан шығу мәселесі туындайды. Ангели хранители белорусский корень статусына шегіну. Сосын ақшадан бас тарту. Ақша салынбайды. Бұл жерде жаңағы плюстік позицияны мен айттым ғой, қалай қайтарып алу керек деген. Сосын жаңағы перегонка жасалып, бұның несі сондай неге қарай шегіну керек. Манипуляцияға ұрынбас үшін, жаңағы қазақтың өзінің кодын сақтап қалу үшін ангели хранители белорусский корень статусына шегіну керек. Конфискация имущества. Ақша салуға болмайды. Бұл уже жойылудың жолын бұлар даму деп қабылдап тұр. Мына жер дүние қирап, бәрі соғысып жатқанда қандай бозторғайлай, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келеді деп кім қандай уәде бере алады? Олай емес. Ақиқатты айту керек шындығын. Мына жақта бәрі түгел замакания болып қырылып жатыр. Ана жақта біреуі ақшасын түгендеп жатыр. Мұнай деген арзандады, анау деген көтерілді, мынау деген түсті деп нәпсіге құл болып жегіліп уже. Енді біреулері манипуляция жасап жатыр. Жаңағыдай заман келді уже. Қазақтың несі жоқ. Бұл ешқандай да ондай нәрсе емес. Қайта сендер жертвенникке кетесіңдер, жертвенник болып кетесіңдер, олай емес. Өйткені бұл жерде оны мен неге олай деп айтып отырмын? Бұл жерде рухқа жалғану, көпшікті шығару мәселесі бар. Міне манипуляция 13 саны бойынша, егер бұл кәдімгі толықтай адамдар жаңағыдай құжаттан шыға алмай статусты өздерінің түбір дәнектік статусына шегіне алмаса, бұл позицияны ұстана алмаса, жәннаттық үлесті бұлар осылай алады. Жаңағыдай салмайтын жерге ақша салып, сосын мына жәннаттық орындарын иеленіп кетеді манипуляция арқылы. Бұның негізінде қазіргі мына президенттік саясаттың жалпылама системасына қарайтын болсақ, түбінде мына президенттікке Дариға Назарбаева келуі мүмкін. Осы 13-тің манипуляциясы негізінде. Егер ол қазақтың темасы қозғалмаса, бұл жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Содан кейін бұлардың көбісі момындардың үлесін, жәннаттық үлесін алып кетеді. Таджалдық дүниетанымен. Бұны таджалдық дүниетаным дейді. Өйткені құжаттамалық, сосын жаңағыдай толықтай анау күллі нәрсенің бәріне ақша салады да, ақша арқылы жаңағыдай плюсті минусқа айналдырып жібереді. Сосын жасыл белгідегі Шыңғыс ханның жасыл белгідегі формула мәніндегі жәннаттық орындарын жаңағыдай күнәһарлар иеленіп кетеді. Құжаттамалық негізінде. Оларға керегі ақша, анаған керегі жәннаттық орын, тегін. Тегін қозғалыстағы дүниені, мына жаңағы дүниені зікір еткендер. Сосын жаңағыдай қалай десем болады, жәннаттық орындар дедік қой. Бұлардың өзі жаңағыдай плюстік позицияда болу керек. Бұлардан ешқандай сұраққа тартылмайтын. Бұның алдыңғы роликтерімде мен бұның шет жағасын айтып кеттім ғой. Мінекей осыны жаңа көпшікті шығару, рухқа жалғану мәселесіне келген кезде, мінекей осыны жаңа таджалдың жасанды интеллектінің көмегімен бұлар бұны жүзеге асырады. Сосын мінекей осындай нәрселер болады. Ал енді бұның жаңағы перегонка жасау, не қылу, жаңағыдай не қылып перегонка жасау болғанда жаңағыдай оттарды құрықтау, тізгін салу деген сияқты мәселелердің ешқайсысы да туындамаса, бұлардың көбісі манипуляцияға қалай ұшырайды. Мемлекет дегеніміз нәрсе не қылу керек, даму керек деген сияқты. Мемлекетіміз артта қалып қалды деген сияқты манипуляциямен осылай сөйтіп жаңағыдайлардың көбісі ешқандай безразборный түрде бұлар оп-оңай түседі. Таджалдың тырнағына тез ілінеді. Сосын жаңағы жәннаттық орындарын, анау жаңағы крематорий дейміз ғой. Осы жерде жаңағы рухқа жалғану мәселесі бойынша бұлар көбінесе сондай дәрежелерді жаңағы жасанды интеллектінің көмегімен қолданып, бұлардың орындарын иеленіп алады. Ана құжаттамалық нәрсе арқылы, сосын ақшаны аямай төлеу арқылы, жаңағы кредиттерің жабылады, үйтеді бүйтеді деп уәде беру арқылы бұлардың көбісін осылай, былайша айтқан кезде солайша пайдаланады. Бірақ енді адамдар жаңағыдай дінді дәріптейміз деп, немесе өзінің танымдық түсінігіне жете алмауы мүмкін. Енді бұның жолында жаңағы мен айтып өтірген жалғыз ғана бір нәрсе бар. Бұл жерде жалғыз «вы» деген сөз емес. Бұл жердегі 16,
1961 саны. Қазақтың өзінде 16 саны да до 16 отключенный тақты деп есептелінеді. 16 саны қазақтың өзінің толық негізі қожайыны. Ал енді қалғаны қалай? 61, 91, сосын 19 саны. Бұл жерде мы, вы, ты деген ондықтардың несі бар. Үшеуі де ы әрпі, бірақ таңбамен тұр. Ы әрпі 61 санымен тұр. Көрдіңіз бе? Мінекей осы негізде жаңағы келеді тағына мы, вы, ты деп келеді. Қазақтың коды өзінің 16-сында қалып қала береді. 16 санында өйткені бұл жерде төңкеріліп тұр. 61 санымен ғана ы деген дыбыс шығып тұр. Ал 16 санымен бұл жабық. Көрдіңіз бе? Жабық. Мына каркасный информаторы дейді. Бұның ішінде мен енді қоса тағы да айтып кететін өткен жолғы несінде мен айтқан едім роликті шет жағасын. Негізінен алған кезде мына қазақтың 91 санына қазақтың 9 сөзі өзгермейтін 9 сөзі кіреді деген. Бұл адам сериясы бойынша 9 сөз кіреді деген. Енді человек измерениясынан 9 матрешка деген измерение бар. 9 циклдық переход человек измерениясы бойынша. Бұл человек измерениясы бойынша келген кезде бұл жерде жаңағы бұлардың ұстанымында 9 матрешка деп аталады. 9 циклдық переходтық циклды білдіреді бұл жерде. Өйткені мына сіздер білесіздер, Фатиха сүресінің не себепті Ресей жерінде өткендігінен хабардар етеді бұл нәрсе. Мінекей бұны жаңағы әлі күнге дейін түсіне алмай жүр ғой. 9 матрешка бұның козырный человек измерениясындағы несі бөлігі Путиннің қолында деп енді есептеуге де болады. Өйткені бұлар 9 матрешканы сол себептен де ұстап отыр. Өйткені Фатиха сүресінің разработкасы осы елде өтті ғой. Человек измерениясы бойынша. Ал енді бұл жердегі мына человек пен адам кім деген кезде человек наружный дух адама, адам внутренний дух человека деп мен айтып кеттім. Бізде көпшік болса оларда ет бөлігі. Былайша айтқанда генетический коды бойынша человек деп айтылады. Енді ана неде Құранда білесіздер ғой, Аллаханыңа қарай сүйек сөйлей ма дейді. Міне осы мүмкіндікті бұлар мықты пайдалана алады. Сол себептен де ақыретке дейін бұлар уже как осы человек измерениясы бойынша ғылымның 1% үлесі ондық жүйеге со скоростью света арттырылған кездегі маневрасы осыларда. Яғни ғылымның 1% үлесі осыларға берілген. Яғни орыстар дейміз ғой, енді орыстар деген кезде жаңағыдай орысша сөйлегенде жек көріп жатады, немесе бұндағы күллі салынған разработканың бәрін толықтай кәдімгі дінді басына көтеріп алғандар жек көріп жатады. Бірақ негізгі козырной часть, фокер дейміз ғой. Көпшік бізде болғанмен бұлардың былайша айтқан кезде преимуществосы дейміз ба? Преимуществосы осы ондықтарда болып келеді. Өйткені ғылымның 1%-ін былайша айтқан кезде Құраннан 40 парыздың ішінен алып тастай алмаймыз. Егер алып тастайтын болса 39 парыз болып болады. 39 парыз деген сөз, яғни суфизмдік таңбасына келетін болсақ, бұл 36, 63, 93. Уже мына 16-19 санынан уже бұлар ауытқып кетеді. Сосын однополярный болып кетеді, уже манипуляционный. Енді бұл жердің өзінде де бірталай әңгіме бар. Мінекей осындай нәрселер. Енді бұдан кейінгі темада жаңағы әлемнің қалай құтқару керек, қалай жасалу керек, енді олардың бәрін шет жағасын айттым. Енді бұл жерде жаңағы мынау іблистік нәрселер, іблистік позиция өзінің міндетін атқармаса, бұл өте қиындау дүние. Оған менің шамам келмейді. Былайша айтқан кезде бұдан кейінгі темалардың өзі күрделі. Былайша айтқанда көмек керек дегендей. Көмексіз болмайды. Бұның өзін кәдімгідей талдап жеке түсіндірме неғызып айта беруге негіз жоқ ол сөзбен. Былайша айтқанда дәлелге тарту керек та, сосын кейін бұның
жалпылама тақырыбын көтеріп содан дейін жасау керек ұзын сөздің қысқасы. Енді оны жасалмаса, оны Трамп тоқтатады, немесе бұлар өздері келісімге келеді деп айта алмаймын, өйткені система замыкающий болып тұр. Замыкающий бұл деген уже жайлап кете береді уже. Бұның артында Құранның өзінде не айтылып тұр ғой, былайша айтқан кезде сүрленетіндігі. Яғни ол дегеніміз ядролық бомбардировканың шегіне кетіп қалды деген сөз. Бұны енді кәдімгі мына тележурналистер кәдімгідей қимылдап, жаңағыдай өздеріндегі мүмкіндікті пайдаланбаса, бұл жағдай өте қиын нәрсе. Жақсы, сау болыңыздар.